Жапон әскерлері Чусонның оңтүстік жерлерін қыратты, ал енді жаңа қауіп төніп тұр. Қуатты Поджоевы тайпасы Джунжыны отрядтарын жинап жатыр. Поджоевдің жоспарын тоқтату үшін мазасызданған Чусон қолбасшылығы өз отрядын жасақтады. Осы уақытта орманда елік болашақта зомбилердің пайда болу себебі ретінде белгілі болатын дернәсілдермен қапталған өсімдікті жеп қояды. Жануар сол сәтте-ақ ауырып қалады. Дернәсілдер оның денесін жаулап алды, енді оны агрессия билеп тұр. Алайда одан да үлкенірек жыртқыш пайда болып, дернәсілдер жаңа иесіне жоғады. Біраз уақыттан соң Кисагон шекаралық ауылында патруль орманды зерттеп жүріп, бірнеше мәйітке тап болады. Отряд Дереуманпобы кенесіне оралады. Тұрғындар арасында орманда қандайда бір құбыжық пайда болғаны туралы қауесет тарайды. 100 жыл бойы ол жерге адам аяғы баспаған еді. Чусон сарбаздары мәйіттерді зерттейді. Олардың бәрінде Поджоевеге апаратын бірдей таңба бар. Дегенмен, халықтар арасында анық араздық болса да әзірге бейбітшілік орнап тұр. Кирқолдарыңды тарт. Бұл ауылда кішкентай Ашин тұрады. Оның анасы қатты ауырып жатыр, ал оған көмектесе алатын жалғыз өсімдік қауіпті аумақта өседі. Сондықтан әкесі Таха бұл жерге баруға тыйым салады. Оның үстіне өлілерді тірілте алатын женшін таудың тереңінде орналасқан. Оған бұл туралы ұмыту керек. Ауылға меншенрок бастаған корейлер отряды келеді. Ол женшін іздеген 15 адамның жойылғанын ескертеді. Тахаб мұны кім істеуі мүмкін екенін түсінбейді. Меншіннің жауабы дайын, бұл жолбарыс. Тахаб осы ақпаратты таратуы керек. Сондай-ақ оған өз ауылдарын қашан Чусон үкіметі мойындайтыны қызық. Меншін Тахабтың адал адам екенін түсінеді, бірақ қазір оған шыдамдылық танытып, күте тұру керек екенін айтады. Түнге қарай барлық мәйіттер елді мекенге жеткізілді. Мұқият тексеру нәтижесінде оларда шынымен де жолбарыстың іздері бар екені анықталды. Бірақ бұл жарақаттар олар өлгеннен кейін салынған. Оларды адамдар жойған. Көрсетілгендей, меншін де мұны біледі. Бұл ақпаратты құпия ұстау керек, әйтпесе тұрғындар жау жағына өтіп кетеді. Олардың елді мекенінде бастықтың орынбасары демалып жатыр. Ол және оның элиталық отряды мәйіттер табылған аумақтарда аң аулаған болатын. Оның үстіне, олар өте маңызды айғақ болып табылатын моншақтарын жоғалтып алған. Ешкім білмеуі үшін ол жауынгерлерін тыныштандыруы керек. Командир ол адамдар жабайы өсетін женшенге қол сұққаны үшін өлімге лайық болды деп жауап береді. Халықты тыныштандыру үшін меншін жолбарысқа аңшылық жариялайды, ал командирге осы жерден шықпауға кеңес береді. Сарбаздар барлық айғақтарды жойып жатқанда, жауларының ауылға тым жақын келгенін сезбейді. Түнде Тахаб ауылдан жүзіп кетеді. Тек осылай ғана Поджоевенің басқа ауылдарына жетуге болады. Ол ешкім тауға бармауы үшін оларға ежелгі жолбарыс туралы ертегілер айтады. Жолбарысқа жүздеген аңшы шықты, бәрі қаза тапты. Тыңдаушылардың арасында Джунжени отрядының адамы болды. Қаза тапқан адамдарда сол отрядта болған және олар өтірікшілерді ұнатпайды. Жолбарысқа аңшылық басталады, бірақ ол қазірдің өзінде адамдардан қорықпайтын және оларға қуана шабуыл жасайтын зомбиге айналған. Адамдар үрейленіп жан-жаққа қашады, бұл жолбарыстың жұмысын жеңілдетеді. Корейлер айғай шыққан жерге келгенде, ол жерде ешкім қалмаған еді. Аңшыларға шегінуге бұйрық беріледі. Бірнеше минуттан соң корейлер Поджоеведі байқап, оларды ұстауға жүгіреді. Алайда жолбарыс та оларды нысана ретінде таңдады. Ол Поджоевы отрядын түгелге жуық жояды. Тек ұйымдасқан жұмыстың арқасында құбыжықты жеңу мүмкін болады. Тек бір жауынгер аман қалады, бірақ ол да жараланып үлгереді. Жауынгер неге оларға өлген жолбарыс шабуыл жасағанын түсінбейді. Сондай-ақ, егер чусондықтар олардың сыбайластарын жолбарыс жеп қойды десе, онда олардың қалдықтары қайда? Чусондықтарды қанды кек күтіп тұрма? Осы уақытта Ашин орманға барып, денесінде татуировкасы бар, садақпен атылған адамдардың мәйіттерін табады. Осы түні Ашинның ауылына Айдоған бастаған топ шабуыл жасайды. Ашин ауылға оралып, жалғыз тірі қалған адам болады. Ол әскери лагерге жетіп, Шынрокқа болған жағдайды айтып береді және әкесі өмір бойы Чусонға адал болғандықтан кек алуды өтінеді. Олар мұны қашан істейтіні маңызды емес, жақын арада ма әлде 10 жылдан кейін бе. Бастысы кек алу. Сол күннен бастап Ашин олардың лагерінде тұрып, кез келген лас жұмысты атқарады, ал бос уақытында жауынгерлік дағдыларын жетілдіріп, жау аумағына жасырын кіріп, карта сызады. Жылдары өтті, Ашин өсті, ал жапондар жаңа соғысқа дайындалып жатыр.
Бірден екі жауға қарсы соғысу қиын болады, сондықтан Ашын Паджойве лагеріне кіріп, олардың не ойлағанын білуі керек. Ол жерде ол Сатқын деген Айдармен ұзақ жылдар бойы тұтқында болған әкесін табады. Ашын оны құтқармақ болады, бірақ тақап тек бір нәрсені, өлімді қалайды. Мені өлтір. Ашын оның өтінішін орындап, өрт қояды. Ашын лагерге оралғанда капитанның отрядын жолықтырады. Бұл ол бұрын жойылған адамдардың денесінен көрген тура сондай садақ оқтары еді. Өмір бойы жауларымен бірге тұрғанын түсінген Ашын айғақтар сақталған бас ғимаратқа кіреді. Өткенде корейлер Паджойвені бір-бірімен айқастыру үшін жоспар құрған болатын. Олар Ашынның әкесі жасаған себеттерді тастап кеткен. Осы уақытқа дейін ол өлілерді тірілтетін гүлді тауып үлгерген еді. Ол бір сарбазды жойып, оны бірінші зомбиге айналдырады, ол көзіне түскеннің бәрін тістей бастайды. Адамдар оны жай ғана ақылдан адасты, деп ойлап, таяқпен қорғанбақ болады, бірақ бұл жеткіліксіз. Алайда Ашынге бұл аздық етті. Ол көптеген адамды жойып, оларды құбыжықтарға айналдырды. Меншін зомбиді жеңіп, содан кейін айғайды естиді. Барақтың есігін ашқанда, ол зәресі ұшады. Ондағылардың бәрі зомбиге айналған еді. Бүкіл ауыл құбыжықтарға толы болды. Адамдар олармен қалай күресу керектігін білмей тез жеңіледі. Меншін қашуға тырысады, бірақ Ашын дәл көздеп есікті бекітіп тастайды. Ол Меншіннің оны көргенін күтеді, содан кейін оның көзін жойып, жауларының баяу зомбиге айналғанын бақылайды. Кейбір жауынгерлік бөлімшелер ғибадатханада қорғанып жатыр. Олар құбыжықтың басын жойғаннан кейін олардың қозғалуын тоқтататын түсінді, бірақ олардың қуанышын Ашынның сыйлықтары бұзады. Күзетшілер есікті ұстап тұра алмайды, ішке зомбилер кіреді. Бірнеше сағаттан соң зомбилер лагерді толығымен басып алады. Бір сарбаз Ашынды әлі де дос деп ойлады, бірақ ол оның қолын тесіп жібереді. Айғайға зомбилер жиналады, кейін ол оларды өртеп жібереді. Оқиға басталмай тұрып, Ашын бір адамды ұстап алған болатын. Ол кешірім сұрап жалынды. Бірақ Ашынның басқа жоспары бар еді. Ол оны орманға, өз ауылының зомбиге айналған тұрғындары сақталған жерге апарады. Көрсетілгендей, өткенде ауылы жойылған күні ол өсімдікті тауып, бәрін зомбиге айналдырған екен. Біраз уақыттан соң Ашын патшалық емшіге жетіп, оған осы өсімдікті береді және оны қалай пайдалану керектігін түсіндіреді. Бұл бүкіл патшалықтың соңының басталуы еді. Бірақ бұл туралы келесі хикаяда.